Біздің бүгінгі жаңа тақырыбымызды өткізетін литосфералық қозғалыстар несі мен қауіпті сабақтың мақсаты литосфералық катаклизмдер мен селекциялар мен тарауларын түсіндіреді. Мақсатымыз сол болып табылады. Ал енді балалар үй жұмысына сұрайын. Үй жұмысына параллель контур литосфералық тақталар қалай қозғалады, иә? Бізде тақталарымыздың жер астында өзінің қозғалу ережелері бар, түрлері бар. Олар бейберекетсіз қозғалады екен ғой. Ал біріншісінде қандай қозғалыстар? Екіншісінде септик, екіншісінде жалпы 12 мен 13 түрі бар. Ал енді біз топқа бөлінеміз. Жаңа тақырып бойынша алып қоямыз. Мерей, айта қойшы, сен суретіне не шығып тұр, не суретін оқы? Не кәде ойлайсың? Көрсете қойшы. Цунами, иә, дәлірек айтқанда. Көріп тұрғандай сияқты, біздің сабағымыздың тақырыбына сай литосферадағы қозғалыстар несі мен қауіпті? Дәлірек айтқанда, жердің катаклизмдері туралы. Көріп тұрған сияқты әрқайсымызда әртүрлі катаклизмдер көрсеткен. Табиғи апаттар түрінде жер бөлінуі, цунами, жанартау, тайфун деген сияқты неше түрлі табиғи апаттар көрсеткен. Ал әрқайсыларымыздың карточкамыздың артында топтардан бөлініп, сол топқа сай орындарыңызға отыра қалады. Отырамыздар. Ал енді жаңа тақырыбымыз бізде жер сілкіністері туралы. Бірінші үш бөлімге бөлінеді. Біріншісі жер сілкіністері туралы. Жер сілкіністері жылына бізде бала 100 мыңда әлсіз жер сілкіністері болады екен. Тіпті жер сілкіністері қалыпты жерлерде бар. Сол ойласаңдаршы, айына бір 10-15 жер сілкіністері болады. Бірақ қалыпты адамдар үйреніп кеткен. Бірақ кейбір жерлерде жер сілкіністері көп болғандықтан оларда 100 күшті болып тұрады. Бұл әрине орташа есеппен. Жер сілкіністері барлық жерлерде бола бермейді, олардың болатын жерлерді сейсмикалық аймақтар дейміз. Мысалы, жаңалықтарда көріп пе, Жапонияда болып жатыр, Тайвань, Вьетнам деп жатады, Американың жағалау мемлекеттері, аралдары болып жатыр. Естіген шығарсыңдар, иә? Сол жерде сейсмикалық аймақтар деп аталады. Келесі жер сілкіністері деген бұл жердің астындағы жылдам жер тақталарын қозғалуы. Мысалы, айттым мен, литосфералық тақталар өткен жол қалай не үшін қозғалады деп айттым мен? Істеріңіздер ме? литосфералық тақталар мысалы, қарапайым шайыңды қайната береді, қақпағын жауып қойып, қақпағы не болады оның? Көтеріледі. Дәл сол сияқты жердің ішкі қысымы артқан кезде тақталар қозғала бастайды. Келесі тау жыныстарының үзілу мен жылжу орын алатын тереңдегі нүктені жер сілкінісінің ошағы дейміз. Жер сілкінісі болған кезде астында плиталар соғысқан жері жер сілкінісінің ошағы деп айтамыз. Ал енді маған сақтап алып, жер сілкінісінің басталған жері астында тақталар соғысқан жері гипоцентр дейміз. Ал жер бетінде болған жер эпицентр дейміз. Жер сілкінісінің қарқындылығын балмен өлшемейді екен. Сендер сантиметр, метрмен өлшеген сияқты. Бұнда өзінің балық жүйемен өлшемейді екен. Медведев ұстанған 12 балық өлшемді біз пайдаланамыз. Мысалы, кейбір мемлекеттерде кішкене өзгеруі мүмкін, бірақ жалпы бәріне бір стандартқа сай. Мысалы, 1/4-ті қарап көрейікші. Біз мемлекетімізде, Қазақстанда 1/4 болған өзі кәдімгі жаңалық болып табылады. Бірақ кейбір мемлекетте ол қатты жағдай. Бізде осы 2 жыл бұрын, 1 жыл бұрын жер сілкінісі болды. Қанша балық болды Алматыда? Естідіңіздер ме?
2-3 балл ма ол? 7-8 балдық болды, иә? Үйлер қозғалып, шайқала бастады. Сейсмикалық алда, Жапонияда көріп тұрғанымыз ұқсап, біздер неде көрсетіледі? Картамызда Жапонияда қараңыздар, үйлердің қалай қирап кеткені, бұзылып кеткені көрсетілді. Қараңыздар, қарапайым топ сымы 3 метр жерге тереңдікке орнатылған. Соның өзі қирап қалған. Бұл жерде 12 балдық, 11 балдық жер сілкінісін көрсетіп жатыр. Есесіне Жапония енді қалай қазақта айтады ғой, 3 күннен кейін тозаққа да үйренесің деп айтады. Дәл сол сияқты жапондықтар өзінің табиғаты бірнеше жылдар дәстүрі мен мәдениетімен жер сілкінісіне қарсы тұру, үйлерді сала бастау, өзінше дәстүрлер пайда бола бастады. Мысалы, қарапайым Жапонияда қарасында үйлер ағаштан тұрғызылды, тіпті шиелесіп тұрғызады. Бір-біріне кезіп. Жер сілкінісі болған кезде, қозғалған кезде. Ағаш үйіміз қозғалады, бірақ стенасалар, қабырғалар жарып кетпейді, іргетесі жарып кетпейді, құлатпамайды, қозғалады. Бірақ ешнәрсе болмайды, тұра береді. Сонысымен артықшы. Бірақ білесің бе, 20-ші ғасыр дами бастаған кезде үйлердің бәрі не сала бастады адамдардың бәрі? Ғимараттар салады, биік ғимараттар, 20 қабатты, 30 қабатты, 50 қабатқа дейін сала бастады. Жер аз мемлекеттер, білесіңдер, олар жерді үнемдеуге тырысады, өйткені жер қымбат болып келеді. Мысалы, қарап көрейікші, мына жерде антисейсмикалық технологиясы бар екен Жапонияның. Қарайықшы. Мынау видеодан не байқадыңдар? Мынау 3 үй тұр, иә? Біріншісі қабатымыз қарапайым біздің салынған үйлер. Көбісі біздің Алматыдағы, Қазақстан 99% осылай салынған. Мына біреу арнайы темірлермен бекітілген. Келесісі үшіншісі бізде жерге толықтай бекітілмеген. Енді бұның қарап тұрған сияқты қазіргі кезде үй бар, фотомонтаж деп ойлаулар мүмкін. Мысалы, қарапайым өзінің тәжірибе көрсетеді. Мынау суды үстіне қойдық. Жер сілкінісі болдық дейді. Не істей бастайды мынау? Бұл шайқала бастады, иә? Үйіміз шайқала бастады. Бірақ қатты бетоннан салынған арматурамен, темірмен қалынған қабырғаларымыз не істейді бұндайға? Сол сияқты қозғала ма? Не болып кетеді олар? Жарылып, үйіміз құлап қалуы мүмкін. Ал енді жапондарды біз ақыры үйді майсатымен жасай алмасақ, біз оны іргетасын жерге нақты бекітпейді деп есептейді. Бекітпеген кезде үйіміз қозғалады, бірақ суымыз не істемейді бағанағы? Шатылдап бұрған жоқ, иә? Қалайсың екен? Ал енді бірінші тапсырма болады. Әр топтардың алдыларында фермерлер соны телефонға кіріп, әр топ өзіне сайт тапсырманы оқып, түсінігімізді. Үйдегі тоқ көздерін және де тоқтарды суыру керек, және де қалың киімдерді киіп алу керек, және де балаларды далаға шығару керек, және де керекті мөлшерде су алып алу керек, және де консерведегі тамақтарды алу керек, және де көшеде көрген адамдарға, жақын туыстарға да хабар беру керек.
және Жер чоң сенің толқын тақырыбы қандай еді? Жер сілкінісінің қауіптерін алдын алу, иә? Жер сілкінісінің қаупін алдын алуда бізде бірінші бағана жасайтқандай өзінің сөмкене керек заттар бәрін салып алу керек. Және де бізде жер сілкінісі құлаған соң бізде үй былайда тоқ көздерін бәрін өшіріп, балалар, көршілер бүкіл лифтпен емес, баспалдақпен түсу айту керек. Өйткені лифт бізде жер сілкінісі болған кезде өте істемейді. Және соның ішінде қамалып қалуы мүмкін. Тоқ көздерін не үшін өшіру керек? Жоқ, қозғалған кезде тіпті тоқтап үзіп жіберу емес, сындарды. Тест, бағана өткен тапсырмалар бойынша біз тест тапсырамыз. Тестімізді телефонымызды ашып, Google-ға Q-тестті жазамыз. Сосын Q-тестте бірінші шыққан сұраққа кіріп, сіздерге код сұрайды, сол кодқа сұрағылар кодты береміз қазір. Үшеуміз тездетеміз. 28 секунд қалды. Келесі сұрақ қойып көрсеңізші. Орын. Әрқайсымыз топтан бір топ башын таңдап, орынға отырады. Қарсылас командамыз сол оқушымызға, топ башымызға сұрақ қоя бастайды. Кел, отыра беріңіз. Мен барынша сұрақ қойып отырмын. Оңай да, шамалары келгенше қоясыңдар. Тездетейік. Зар, жігітке, ұшпа. Бірінші бір топтықын сынаймыз. Екінші топтықын сынаймыз. Қорқатыз бұл жоқ келеміз. Бүгінгі өткен жаңа тақырыпқа байланысты сұрақтар қойылған. Яс, сыйғасын. Ал, ясын жүйесінде қандай сұрақтарыңыз? Жоқ, сендер оймен екінші топты. Қоңырауды басып, орныңызға сұрағыңыз қойыңыз. Жер сілкінісі қалай пайда болды? Жер сілкінісі пайда үшін өзіне керек заттарды алу керек, және де ашық тауын ашу керек қой, жер сілкінісі. Екеуі екінші алғаныз маған қауіпті. Шауып па? Иә. Рефтингтер енді. Рефтингтер болсын. Бүгінгі өтініш қалай? Келесі сұрақ. Келесі сұрақ. Жер сілкінісінің салдары қандай? Жер сілкінісінің салдары ғимараттардың қирауы, көптеген заттардың қирауы. Жалпы жер сілкінісі
Zambiya. Zimbabwe. Rossiya. Germaniya. Germaniya. Daniya. Men Al endi bolalar sababimiz sonuna tamamlandı. Al endi ko'rsanglar, har qaysimiz oldimizda stiker var. Yes. Havalar yaptıranlarına boyunca sabahımız önümüz olmasaydı sabahımız bitti, sol